Бірінші заказдан шығып, асығып тез Абайға қарай жол тарттым. Сағат 11-де уже шықтық біз ол жақтан. 11:30-да сояқта болдым. 12-де уже той басталады деп қайта маған клиент звондап жатыр, енді уайымдап жатыр ғой. Керемет деген тойхана, енді кішігірім кафе десе де болады. Осы жерде Даниял деген кішкентай бөпеміздің 1 жасқа толып жатқан бесік тойы болады. Заказ берген кісі ашық, жарқын, әдемі келіншек екен. Мені тиктоктан көріп, сізге тикток арқылы заказ бердім, білесіз ба деп кәдімгі қуанып, екеуміз күшті сөйлесіп, танысып қалдық. Осы сенің бизнесіңе келінімді оқытсам ба, үйретсем ба деп ойланып жүрмін деді. Білесіздер ма, мына жерде қазір 11:30-да кірдік, 12-де ровно шығып кеттік қой. Біз шыққан кезде құдалар да уже келді, бәріне ровно үлгердік. Жарты сағатта осыны жасап тастадық қой, осы фотозонаны. Кешегі комментарий жазған көкем тағы да жазатын болды ғой, одно и то же тағы да сол баннер ма деп. Клиент осы фотозонаны таңдағаннан кейін осы фотозонаны қайтадан жасап берді. Той біткеннен кейін мына заттарды қайтадан алып кетесіз ба деп сұрап жатыр екен комментарийда. Я, той біткеннен кейін баннерді и темірін, и мына жерде қазір орындығымыз бар, орындықты да алып кетем. Сонда клиентке тек қана шары қалады. Мына баннерде жабыстырылып тұрған Даниял 1 жас бесік той дегеніміз біздің ауса береді. Міне бүгінгі фотозонамыз осындай болды. Қалай сіздерге ұнады ма? Клиентке өзіне қатты ұнады. Осы жерде сразу столын қойып, мына жерде қазір Даниял деген бөпені отырғызып қойып, суретке де түсірдік, былай. Егер де сіз де мен секілді шар бизнесімен айналысқыңыз келсе, маған онлайн, офлайн келсеңіздер болады. Онлайнда үйретем, офлайнда үйретем. Офлайнда қасымда осылай практика ретінде сразу жасап, көрсетіп, үйретіп алып жүретін боламын. Бүгінгі фотозонам қалай шықты? Комментарийға жазып, лайк басып кетіңіздер. Қолдау күтемін сіздерден.